Адиядан бастаймыз. Адия келе қой. Мына жерде жемістер мен көкөністердің суреттері берілген және оларда санда жазылған. Сол санның біреуін таңдап аламыз. Тақсам ба, жұпсам ба орналастырамыз. Роза, қай жеміс немесе көкөніс таңдайсың? Құлпынай. Қандай сан жазылған құлпынайда? 14. Ол жұпсам ба, тақсам ба? Жұпсан. Жарайсың, Роза. Жарайсыңдар балдар. Сендер жұпсандар мен тақсандарды жақсы айыралар кезіндері қайы өзімізді от шашу әдісімен бағалаймыз. Санауды білеміз, иә? Қазір 1-ден 20-ға дейін сандарды санап шығайықшы ретімен, өсу ретімен санаймыз. Қане бастаймыз. Жақсы. Неше орындық, неше бірліктен тұрады? Бір орындық, жақсы. Келгенмес. Бір орындық. Кезетеміз. Қалқамыз дәптерімізге жазып аламыз. Неше бірлік? Үш бірлік. Жақсы, тамаша. Әнше балалар, бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы біздің 11-ден 20-ға дейін санау деп аталады екен. Ендеше сабағымызды бастаймыз. Барлығымыз оқулықты ашамыз. Бірінші есепке қараймыз балалар. Суретте нені көріп тұрмыз? Кімдерді көріп тұрмыз суреттен? Балалар, неше бала? Неше оғыл, неше қыз? Бір қыз. Жақсы. Енді балалар, бізде бірінші баланың қолында қанша таяқша бар? Айтыңызшы. 12 таяқша. Дұрыс айтасың. Ал мына қыздың қолында 11 таяқша. Үшінші жігіттің қолында 14 таяқша. Енді балалар, бері қараймыз. Қайсының қолында таяқшасы көп? Қай баланың қолында? 14. Дұрыс айтасың. 14 таяқша ұстаған баланың қолындағы таяқшалар саны көп. Енді балалар, осы сандарды біз өсу ретімен жазуымыз керек. Және осы сандарды бір санға арттырып және бір санға кемітуіміз керек. Ол үшін тақтаға 11 мен біздің осынысы жақсы. Бізде 12 саны неше таңбалы сан? 2 таңбалы сан. Неше орындық, неше бірліктен тұрады? 1 орындық, 2 бірлік. Жақсы. Балалар, бізде жұмыртқа ашу ойыны жүргізіледі. Сендерге мына жұмыртқаны таратып бердім ғой. Осы жұмыртқаны ашимыз балалар. Қалай ашимыз? Ортасынан бастап ашимыз. Сол кезде арғы жағында сендерге есептер шығады. Сол есептерді шығарамыз. Жарай ма? Қане, бастаймыз. Сендерге 3 минут уақыт беріледі. Ал кел. Семантикалық тапсырманы